Ассалаумағалейкум. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Енді жаңағы ескі заттар жейтін боласың, білесің, әңгімемде сондай ұқсас деген сияқты. Сосын айтайын деген, супер заманда енді бәрі дамып барады да, қатты. Мысалы технология не өзің білесіңдер ғой, неше түрлі шығып жатыр, мысалы бәрін көріп отыр деген сияқты. Жаңа шүкір айтамыз. Сосын инстаграмды да ашып қарасаңдар, соның ішінде ютуб, инстаграм жаңағы бәрі баяғыда бүйтетін еді, баяғыда сөйтетін еді деп керек сондай нелер де. Сосын ренішітер жаңағы не болып барады деген сияқты, группада анау мынау бәрі бірін жауап бермейді, байланыстар үзіліп жатыр деген сияқты, өзің білесіңдер. Сол жаңағы байлық та өркендеп жатыр, бір жағынан технология не, жаңа жалғандық та бар деп айтамыз да. Енді жаңағыда қызықсыз қалып тұрған не бар, байқайсыздар ма? Сосын адамда біріне қарауыстарын ойлайтын болып баратқан сияқты да, жасыратын жоқ. Енді семьяны ойлау дұрыс қой, өмірдің заңы ғой. Сонымен жаңа айтайын деген жалғандықты уақыт өтіп жатты айтамын, жалғандық бар деп айтты, алдында да айттым ғой, сол өмір нетіп тұрған сондай бір, қанша бәрі болса да. Жаңа байқайсыңдар ма, баяғы өмірлеріміздің бәрін алдында да айттым, мысалы жоққа шығарып жүрген сияқты бәрін да. Мектепте оқыған баяғы, мысалы ауыл арасында жүргендерің де, қалада неде, баяғы 80-ші жылдар, 90-ші жылдар айтып, мысалы 2000-ші жылдардың бастары, мысалы біздің үлкендер жаңағы 60-ші жылдар өте күшті ғой, 70-ші жылдар, 80 жерде көрдік қой, 80-ші жылдар. Сол жаңағы мектепте оқыған бәрін ойлап қарашы, бір түпке тұрғысыз да, бір тіпті ойлауға келмейтіндей уже не болып барады да, жағдайға нетіп барған сияқты бір түс сияқты, тұрғанның өзінде, мысалы енді өлмейді бегі жоқ та, өлгеннен вообще не болып кетеді деген сияқты. Жаңа мен ойлаймын да, сонда жалғандықтың несі бар да, әсері. Жалғандықпен ойнау болмайды екен да, ауылда. Енді пилге байланысты, пилімізге сосын жаңағы дамбуға байланысты деген сияқты. Әртүрлі не бар. Бәрін нетіп жүрді. Әлде бәрін өтірік қылып алдыма бері айтып жүрмін. Мысалы неге қайта айтып төлеп қоймады. Бұл жаңағы осы тақырып мысалы ашыла береді де. Алланың несі қалауымен жаңағыдай сөйтіп. Сондықтан жаңағы біздерге қарапайымдылық жетіспейді де, қарапайымдылық. Қарапайым болған деген мына телефонды тастай алмаймыз да, үйреніп қалдық, машинада нетіп қалдық деген сияқты. Жаңағы енді жақсы әдеп не жері бәрі. Бір енді барынша сонда да қарапайым болып көп нетпей деген сияқты. Сол жаңағы мысалы сөйтіп айтсаң, ештеңе етпейді, мысалы да, бір тәуелді болып қалды телефонға, неге де қойшы, жаңағы бірдеңе айтады мысалы. Бәлкім енді өзінше өмір сүреді ғой. Сондықтан жаңағы сол күні Алла Тағала алдағы уақытта қайталанады дегенде, жаңағы ол не тұрып қалады екен, технологиялар ғой, телефонда тұрып қалуы мүмкін, мысалы қанша тәуелді болып қалсақ та. Жаңағы дрондар, бірінші екі баста дрондар нетеді, жаңағы қару-жарақ нетеді, білесіңдер ғой, қырып жойып, қыбырлаған бәрін нетіп. Ол бірінші тұрып қалады. Сол кезде нетеді екен адамдар, бауырмал болып бір-біріне жаңағы баяғыша өмір басталады да қайтадан. Ерте заман емес, просто жаңағы сондай неде қалай түсіндіруге болады мысалы. Сонда жаңағы бір-біріне не оянады да, махаббат мысалы. А то мына телефонмен мысалы уже көз алдында тұрады мысалы да, жаңағы класстасыңда, нені группаңда бәрден жаңағы жетеді. Сосын одан жалып кетеді. Сөйлесін демейді, қарайсың, ауылда жүріп, манияқ жүрме. Ауыл болып жүресің деген сияқты. Ана неде, мысалы, аяқтай нетесің де, мысалы, барып, баяғы телефон болса, онда баяғы неге жатады ғой. Керуде болған жоқ деген сияқты. Оның бір жақсы несі, іздейтін адамдар. Хабарласып кетейінші, барайыншы деп аяқтай мысалы.
а мына телефон нетпейді уже. Просто бүйтіп голосовой бүйтіп нетеді де, ал жауап бермейді. Сондай нетеді, қалайды адамдарды қара бастыратын бірдеңесі бар да, телефон. Қанша тәуелді болып қалсақ та телефон нетіп жатты, бәрін нетіп адамдарды өзгертіп бұзып жатыр деген сияқты. Сонда жаңағы мән бар көріп тұрып қалып, неге тұрып қалады мысалы, сосын неге қайталанады деген сияқты. Содан кейін барып нетеді адамдар, жақсы болып, бауырмал болып деген сияқты. Сол кезде қайталанады екен жаңағы мен қателеспесем, иә, баяғы ұзақ күндер. А то мына немен кете берсек, ол жаңағы бізге керек та баяғы күндер. Өмірдің сәні сонда екен. Байлықта емес, байлықтың бәрі алдамшы нелер ғой, қолы кірі. Адамшылықтар, жаңағы берекелі нелер, күндер, соны баяғы не дегенде жоғалтып алған. Соны енді нетіп жатыр, қадірін біліп жатыр да, болғаннан кейін. Тек біз емес, дүние жүзіндегі адамдардың бәрі сондай немен нетеді, ауырады. Баяғы кез ойлаумен. Біреулер айтады, тек алға, вперед, тек алды ойлау керек, болды деп. Ол дұрыс шығар, мен артты нетемін де, артты қозғаймын мысалы. Онда да мысалы не бар, мән бар. Енді жасарып кетпейміз ғой, мысалы, оны мысалы не қайталанады, мысалы болды күні, баяғы не уақыт. Қарапайымдықтың несіне не қалайды жаңағы, білдіреді мысалы. Бұлай қарапайым болмаймыз да, онда значит, бәрін кейбір технологияларда тұрып тұрсақ, Алланың қалауы қиын емес қой. Сонда барып нетеді екен, қайталанады екен. Адамға сәйкес келмейді да, баяғы уақыт қазір не технология. Сосын адамдар сонда барып нетеді, жақсы болады деген сияқты. А то мынау немен кете берсе 2030-де қалып қалады, 2035-де қалай екен білмей қаламыз мысалы, қаусаған шоу қыздар мысалы күшті қанша нетсе уже не болғанын білмей қалады, кемпір болып мысалы. Өзіңді мысалы айтатын шығарсың, қалай мен 40-тан 50-ден кетіп қалдым, 60-тан кетіп қалдым деген сияқты. Сол уақыттың несін білдіреді де, уақыттан нетіп жатыр, ұтылып жатыр. Ол енді қайталанғанда алыста болмаса екен дейміз, үлкейіп барып, нетпей. Өте алыста болуы мүмкін енді, бір Алла біледі мысалы. Бір шындық мысалы. Өтірік айтсаң, ұмытса өзің қателеміз көп қой. Сол жаңағы көзіміз жеткізіп, сөйтіп сездіріп деген сияқты. Жаңағы көп білмейді екен, жаңағы дүниежүзінің адамдары, бірінші бұрынғыны алып барғанда уақыт ұзақ болды, баяғы күндер ұзақ болды дейміз ғой. Ауа арқылы берекелі болған деген мысалы екіншісі, құштарлық жағы өмірге деген, оны білмейді екен. Енді мына супер заманда алып барсақ, уақыт тез өтіп жатыр дегенді біледі де, шетелде адамдар бәрі, ғалымдар бар. Жаңағы жалғандықты оны да білмейді екен. Сол енді Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан сол енді біздер бір нетіп жатыр де, біліп. Сөйтіп оларға да біледі деген сияқты бәрі. Сосын олар зерттеу көшу мүмкін, қалай ол жалғандық мүмкін дейді де, жалғандық сосын нетеді, бірақ зерттелмейді, бас жетпейді. Баяғы күндер мысалы берекелі болды дейді, мысалы, онда нетелмейді, біле алмайды. Сондай. Ол сыр бұл не, Аллаға мәлім дейді ғой. Ол енді қайталанған ұзағынан болсын дейміз ғой, сосын ол артынан бір кезде қайтып, ғалым шетелдегі нелер жаңағы траштанып үйреніп қалған не ғой, техникаға неге, ауа арқылы не күшті болса да, қайтадан жаңағы нетіп, тұфырлап бірдеңе ашқысы келіп сөйтіп, сосын артынан осы неге қайтып түседі дейді ғой, жылдам неге уақытта, техникаға жаңағы нетіп қайтып нететін сияқты. Ар жағын айтпай ақ қойып, ар жағы уже ол уақытқа дейін уақыт болса, ар жағы жақында болуы мүмкін да, қиямет мысалы. Жұрт айтып жүре ма телефонда неде
в общем жаңағы сол кезде қайталанғанда адамдар жақсы болады екен да. Біреумен бауырмал болып жаңағы іздеп үйіне барып мысалы адамдар телефон көз алдында тұрып алса адамдар ерінеді да бүйтіп бірдеңе тастап сосын біреу айтысады нетеді. Қанша группасы да нетсе де уже нетпейді да. Қызықсыз дегенге келіп тұр ғой былай айтқанда. Тіпті көлікте машинада бәрі жақсы ғой, бірақ неше түрлі нетсең де айдасаң да мысалы да мысалы оны айдайтын адамдар да айтады мысалы баяғы неге жетпейді уақытқа деп. Мен жаңағы кейбір нелер есіме түсіп жатты да соны егер алдағы уақытта сөйтіп хабар жаңағы қалай еді сондай сөйтіп айтып тұрамыз ғой. Жаңағы барынша не болған жаста қарапайым адамдардың бәрі біреулер айтады ғой, адамдар жаман болып баратыр бірдеңе айтады ғой, соны Құран неде көтереді дейді ғой, біліп қой дейді да, сол адам өзі жаман дейді да, соны сақтауымыз керек та. Көп жаңағы қалай бәріне бірдей мен сенбеймін, осы жүрген адам баласына сенбеймін дейді ғой, сондайды айту керек дейді көп. Бәріне бірдей сене беруге болмайды енді дұрыс, бірақ кей адамдар сене білген де жақсы. Сондай адам жаңағы көп айта берсе дейді, сол адам өзі сенімсіз болады деген сөз не бар мағына. Сондай нелер айтады иә.